Onun yoldaşları başkalarına da bastık olsun diye sanırım da zekimler bastıklar aldırsak сабырлық алуға және де ол жетім болғандықтан өте сабырлы болып және сақтық болған өз жасындағы балалардан өзінің ақылымен және де өзінің басқандай қылықтарымен ерекшеленеді. Ол бос уақыт пайда болса кітап оқуға береді. Яғни кітап оқығанды жақсы көреді. Топ айтқаны бойынша ол шығысқа барсақ, шығысқа тура барсақ, Монғолияға жетеміз. Және де Монғолияда бізде барлық адамдар қарсы алып, ол қазақтар келді деп жаңашылығын көрсетіп, білімділігін көрсетіп, дастархан алдында шаңқырап төрге отырғызады. Мен үшін барлығы жақсы болды және басқа да шығармаларды түсіндіреді. Рахмет.